Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің есімім Альбина. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен әйгілі француз ашық пирогын дайындайтын боламыз. Тауық еті мен саңырауқұлақ қосылған өте дәмді, нәзік, тойымды, өте оңай және тез жасалынатын түскі немесе кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Айранымызға соды қосып, қасиет етіп қоямыз. Ұнымызға тұзымызды, сары майымызды қосып, қамырымызды илеуді бастаймыз. Сіздерге осы жерде анық көрсетіп кеттім. Сары май мен ұнды алдын ала бірінші жақсылап тұрып илеп аламыз. Осылай қамырымыз бен сары майымызды біріктіріп алдық. Одан кейін айранымызды қосып, жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырыңыз дәл осындай жұмсақ болу керек. Қамырыңызды илеп болғаннан кейін 10-15 минутқа қойып қоясыз. 10-15 минут өткеннен кейін тағы да бір қамырыңызды илеп, холодильникке 15-20 минутқа салып қоясыз. Салмаңызды дайындағанша қамырыңыз да дайын болып тұрады. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Тауық еті алдын ала турап алдым. Соломка қылып саңырауқұлағымызды тураймыз. Пиязымызды 4 бұрышты қылып, осылай ұсақтап турап аламыз. Салмамызды барлығын турап дайындап алдық. Енді қызып тұрған табаға сұйық майымызды құйып, пиязымызды алтын түстес болғанша қуырып аламыз. Пиязымыз сары түстес болып шықты. Енді саңырауқұлағымызды қосып, бірге қуыратын боламыз. Енді тұзымызды қосып, қуыратын боламыз. Саңырауқұлағымыздың суы көп болып шығады. Суы тартылғанша қуырамыз. Міне суы тартылды. Енді тауықтың етін қосамыз. Енді бірге қуыратын боламыз. Тауығымыздың еті ағарғанша қуырып аламыз. Ұзақ қуырудың қажеті жоқ. Өйткені біз тағы да пештің астына салатын боламыз. Сол жерде толық пісіп шығады. Енді пирогымыздың үстіне құятын заливкамызды дайындаймыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқа, сметана, қара бұрыш, тұзымызды саламыз.
20% сливки құямыз. Приправалар саламыз. Мен бұл жерде базилик, орегано қостым. Крахмал. Ең соңында сырымызды саламыз. Сыр енді өздеріңіз үйде қандай сыр бар, соны қоса берсеңіздер болады. Осылай бәрін жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанша араластыру керек. Қамырымызды холодильниктен шығарып, енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымыз дайын болып тұр. Менің пирог пісіретін ыдысымның размерін описание бөліміне тастап кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады. Нанымызды жайып аламыз. Жұқалығы қанша болу керек, қазір көрсететін боламын видеода. Міне осындай жұқалықта болу керек. Одан қатты қалың қылып жаймаңыздар. Өйткені астындағы қамыры піспей қалуы мүмкін. Енді салмамызды салып, үстінен заливкамызды құямыз. Пирогтарыңыздың бетін өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Мен қуырылған саңырауқұлақтан алып қалдым. Соны мен әрлейтін боламын. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минут пен 45 минуттың аралығында пісіп шығады. Пирогымыз дайын. Пирогымыздың бетін әрлеу үшін мен жүгері салып жатырмын. Енді бұл өздеріңіз қалауларыңыз. Бұл міндетті емес жүгері салуға. Жүгеріні салмасына салып жүрсеңіздер де болады. Пирогымызды 15-20 минутқа суытып қойдық. Жылы күйінде жеген жақсы бұл пирогты. Өте дәмді, тойымды болады. Дайындап көріңіздер сіздерде. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнап жатса пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.